сол Сарыарқа деген атты неге қойдың деп сұрап келді осы кісі келгенде, әуелде келгенде, осы жерге келгенде. Атты қалай Сарыарқа, Сарыарқа деген қазір бойынша. Қандай сұрақ келді? Рекең айтты ма? Иә, бірінші келгенде. Сіз келгеніңізде айттыңыз, аты неге Сарыарқа қойдың деп сұрадыңыз менен. Сосын енді мына менің репрессияға ұшыраған әкемнің ағасы бар, Зәкәрия Сағындықұлы дейтін. Мына жерде ата қонысымыз бар, Бұрқылдақ дейтін жерде. Атырау облысында жалғыз түйір өзінен өзі бұрқылдап жердің бетіне су шығып жатқан бұлақ бар басында. Ағып жатыр. Бәленбай 1000 жыл ағып тұрған суға тоқтамайды. Тұщы су іше беру болады. Сол ата қонысымыз, сол кісі ақын. Көлденең жатқан Маңғыстау қар жатпайтын ой еді. Сарыарқаны жаз жайлап, күнде жиын, күнде той, мыңдап сойған қой еді дейтін өлеңі бар екен. Сол кісінің енді біз ұрпағы болғасын жерде Сарыарқа деп осы жерде дұрыс айтты. Енді бұған дәлел 95 жылы сол қыста адайларды зерттеуге бардым. Тегеранға, Иранға. Сонда адайдың қариялары, ой керемет қариялар, өте баяғы заманның адамдар. Сонда айтып отырды. Ел Шыңыраудан Сарыарқаға көшкенде дейді. Сосын отырып, қасында менің профессор бар, үлкен академик жаңағы Тұрсынбек Кәпіш. Мына кісі не деп отыр? Ілия сұрақ жөндеп тұрады. Айта беріңіз дедім. Ел Шыңыраудан Ақтөбеге, Сарыарқаға көшкен. Сосын Шыңырауымыз қай жерден? Соны білмейсіңдер ме? Мына Самғын. Шыңырау деген Самғын. Әр жерде жаңағы құдық шығады. Әр жерде ауыл отыр. Әр жерде медресе бар. Әр жерде молда бірдеңелері бар. Ал сол ел. Жаз, ерте көктемде Ақтөбе даласына қарай шығады. Балаларын молдаларға беріп кетеді. Сөйтіп, жаз бойы Ақтөбенің даласында Сарыарқа дейміз, малын семіртіп, күзде қайтады. Қазір бұл қазірді ма? Сондықтан ол жаңағы қариялардың айтқаны, ана Сарыарқа деп отырған, ол ана Сарыарқа емес, ол осы Сарыарқа, Ақтөбенің даласындағы Сарыарқа. Осы жерді Сарыарқа дейді екен. Ел Шыңыраудан Сарыарқаға көшкенде спокойно айтып отыр. Сөйтсем, осы мынау жаңағы, осы Ақтөбе ғой осы деп жаңағы. Сондықтан Құрекең ол аяққа анау жаңағы Қостанайдан асып мысалы Ақмолаға барып, әйтпесе жаңағы Саржайлау тәттіміме кездескен мүмкін емес ол. Ол екеуінің атында естіген жоқ ол. Екі край ғой, сұмдық қой. Дап. Шын жүрегімізбен қуандым. Оның себебі арнайылап келмесеңіз де сіздің табаныңыз осы топыраққа тисе, оны біз тарих деп білеміз. Сіздің алдыңызда ән салғаным, сізден сын естігенім, немесе сізден ақтау естігенім, қайсысын естісем де мен үшін шынын айтайын, ол шын бақыт. Себебі сіздей тұлғадан сондай пікір алудың өзі бір тарихи оқиға деп білем. Апай, сізде қош келдіңіз. Осындай ағай екеуміздік аман сен қошеметіне, елдің құрметіне бөленіп жүре беруімізге тілектеспіз. Осы енді азғантай Сағыздың халқынан бір сыйлық деп білеңіздер. Енді ат мінгізе алмағанымызбен бір иықтарыңызға шапан жабайып рұқсат етіңіздер. Бізге мүмкіндік апай. Кедейден адам сияқты кішкене былай. Бізге мүмкіндік рұқсат етіңіздер. Онда да тұрап кішкене алып. Бір шапан жабудан кішкене ағай. Бізге мүмкіндік. Атты міне жатармыз да. Апа тұрмыз сізде. Осының өзінде бір. Бізге мүмкіндік бұл.
Жалғастырып абайға. Осы біздің сейіміз, сыймаса да кеңіз деп баяды. Ал енді бір күн дәмдатқанға 40 күн сәлем дейді. Көп жасаңдар. Көп жасаңдар. Біз сияқты үлкейіңдер. Сол үлкендікке жеткізсін сендерді. Мынау азамат адамдар бәрі жақсысыңдар. Рахмет жандар. Рахмет аға. Өнерлі адам. Мынау екі әнші, екі композитор отыр. Мысалы, Құдайға шүкір. Бұлар өте қарапайым. Осы жерде тіршілікті жасап жатыр. Алматыда жүрсе бұл баяғыда әндер кетіп қалар еді бара жүрді. Мен жаңа өзім біздің Бауыржаннан оқығанымды естігеннен кейін, және баяннан бітіргеннен кейін, сосын әнінің бүкіл жаңа болмыс жаратылысын тыңдағаннан кейін, сен үлкен таланттысың кәдімгідей. Бұғып жатсың әшейін. Ана далада бұғып жатсың. Сондықтан шығар, анау әншілерге бер. Өзіміздің Атыраудың әншілері бар ғой, жақсы. Оралдың әншілері тамаша. Ақтөбенің әншілері жақсы.